Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бір стакан сүттен осындай мол болып шығатын құймақтар жасаймыз. Құймақтарыңыз ұқсамай шығатын болса, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізде осылай жұп-жұқа әрі мол болып шығады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Дәл осы құраммен бізде 15 дана құймақтар шығады. Видеоны қарамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ыдысымызға 1 стакан салқын сүтімізді құямыз. Және жарты стакан су қосамыз. Менде жылы су. 1 дана жұмыртқа қосамыз. 4 ас қасық қант қосамыз. Және 5 ас қасық сұйық май қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Мұқият араластырамыз. 1 стакан ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосамыз. Іртіктерін қалдырмай біркелкі етіп венчикпен араластырамыз. Менің арнамда басқа да пайдалы оңай рецепттер бар. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сұрақтарыңыз болса төменге қойыңыз. Біркелкі болғанша осылай іртіктерін қалдырмай венчикпен араластырамыз. Ал енді шай қасықпен ас содасын қосамыз. Араластырамыз. Бізде осындай сұйықтығымыз дайын болды. Ыдысымызды кішкене майлап, алғашқыларын пісіреміз. Екінші бетіне аударамыз. Екінші беті піскен соң аламыз. 2-3 данасы менде осылай пісіп шықты. Ал келесі бөліктерін пісіреміз. Отымызды кішкене осындай баяу отта пісіреміз. Келесі құймақтарымызды пісіріп жатырмыз. Осылай тесіктері шыққан кезде бірінші беті пісіп шығады. Шет-шеті сарғайған кезде екінші бетіне аударамыз. Мінекей осылай пісіп шығып жатыр бізде. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.